Қыздар, бүгін мен ананы істедім, бүгін мен мынаны істедім деп сіздерге бүгін ештеңе айтпайыншы. Бүгін бар ғой, бір жалқаулығым ұстағаны бар емес па? Бүгін деген еш нәрсе істегім келген жоқ, істеген де жоқпын ғой. Прям енді жалқаулығым ұстағанда да конкретно ұстады енді ше. Дым жинағым да келген жоқ, ештеңе. Бүгін тек бәріне шай тамағымды ішіп алдым да тек тұрып кете бердім тек. Менде бүгін сондай күн туды ғой. Содан кешкісін бала-шағамды алып әрі-бері жүріп қала жаққа қарай шығып қайтты. Сосын үйге келіп, әдеттегідей кеше 2 күн жаттығу жасамадым деп мен сіздерге өздеріңізге ескертіп, мен өзім айттым ғой. Содан кейін комментарийға сосын барып штраф деп жазып жатыр екенсіздер. Ол есептелмейді. Өйткені мен өзім айттым, қыздар мен жаттығу жасаған жоқпын деп. Егер де мен айтпаған болсам, ол кезде болады. Сондықтан мені келесіде үзбей қарап отырыңыздар. Қыздар, ондай күн сіздерде де туа ма? Бір ештеңе жинағыларыңыз келмей. Қош қыздар, бұл өмірде ешқандай еш нәрсе мәңгі емес. Бүгін бар, ертең жоқ адамбыз ғой. Өзіміз үйде болсақ та, декретте 24/7 үйде болсақ та, сол күндегі тірлігіміз ғой. Шай тамақ қайта шашыла береді, қайта сен жинағаныңда көзге көрінбейтін, елемейтін заттарда. Солардың бәріне бүгін шаршағандай болдым ше. Өйткені еш нәрсеге зауқым соққан жоқ, жинауға да, сүртуге да. Бүгін бәріне тек қолымды бір сілтеп қарадым ғой. Тырмықшықтап жинай берсең, олар сенің артыңды шашып та өре, сенің жинап атқаныңды олар да бағалап жатқан жоқ. Менде осындай бір арасында бір реніш айтатын күн туып қалды. Өзі бүгін сондай күн болып тұрған шығар. Бүгін вообще еш нәрсеге айтайын ба, прям еш нәрсеге желание болған жоқ. Сосын бүгін тек ешқандай өзіме ғана жаттығу жасадым. Әдеттегідей, қыздар, телефонның память толып қалыпты, түсіргеннен жартысы ғана түсіріліпті. Осыны ғана көріңіздер. Бүгін бірақ әдеттегідей жаттығуды жасадым. Солай қыздар, маған лайктарыңызды басып кетіңіздер, комментарийларыңызды жазып кетіңіздер, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Всем пока.